бірінші арқаңды тік ұста, дұрыс па? Сосын аяғын былай қоясың. Енді тарт. Қалай? Бүгінгі біздің пробный сабағымыз ұнады ма саған? Ұнады. Қалай, жақсы ма бәрі? Иә, жақсы. Бүгін не үйрендік біз? Қалай шертуді, қалай отыруды, нота үйрендім. Қалай дұрыс отыруды үйрендің, ә? Ноталарды үйрендің, ә? Иә. Сұрақ қойсам бола ма? Болады. Біздің домбыра үйірмемізге не үшін қатысқың келіп жатыр? Анашым айтысты көп көреді, сол үшін атақты домбырашы болғым келеді. Күшті. Бірақ білесің ба, мықты айтыскер болу үшін саған домбырамен көп жұмыс істеу керек. Ол үшін біздің үйірмеге кел, біз саған соның бәрін үйретеміз. Біздің есігіміз сендерге әрдайым ашық. Сен бүгін бит, үйіңе бар да, анаңа айт. Ертең біздің курсқа келсін, жарай ма? Жарайды. Болды онда. Жақсы, ертең күтем. Жарайды. Жақсы. Біздің үлкен ұлымыз Абзал алтын белгіге бітіріп жатыр. Бұйырса, келесі жылы шетелге оқуға жібереміз. Кіші ұлымыз каратеге қатысып жүр. Ортаншы балаңыз қайда? Көрінбейді ғой. Мен осындамын. Дулат, келдің бе? Айтпайсың ба келдім деп? Айттық қой, тыңдамай тұр емессіз бе? Дулат, қалайсың өзің? Өзіңде не жаңалық? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар. Сол бүгін домбыра үйірмесіне барып келдім. О, молодец. Айтпақшы, мам ертең сізді шақырып жатыр. Қайдағы домбыраның үйірмесі? Ертең қолым бос емес. Бар шаның жаққа, қонағымен әңгімесі отырмын. Менің балам болса, кикбоксингтен 2-ші орын алды. Балам 2-ші орын алды дейсіз ба? Балаңыздың салмағында 2-ақ бала қатысты ғой. Шулама, экзаменге дайындалып отырыңдар. Не істеватсыңдар? Мыналар. Кімге сөйлеп жатырмын? Не істеватсың сен, бала? Алып келіп пеналды. Б класс екендерің беттеріңе шығып тұр ғой, братыла. Тамағым ауырып кетті, сендерге айқайлай беріп бар ғой. А класс сияқты болмайсыңдар ма, үлгі алмайсыңдар ма кішкене? Шуламайып, еще жақсы оқиды сабақты. Дайындалыңдар экзаменге. Аружан, бүгін біз киноға барамыз, барасың ба? Жоқ, бүгін бара алмаймын, экзаменге дайындалу керекпін. Құмаш, прям бүгін дайындалу керек па? Маңызды ма? Иә, апай қазір айтты емес па? Ой, апай айта береді ғой. Сонда да мен бармаймын. Өзің біл. Аружан, тоқташы. Иә. Аружан, сен біздің мектепте ақыл оқисың, ә? Иә. Аружан, сенің бірақ мен қалай жақсы оқитынды білем ғой? Аружан, бірақ алдыңғы жылы сенің балаң экзаменде кішігірім жетіспей қалды. Иә, апай, не айтқыңыз келіп тұр? Аружан, экзамен жақындап келатыр. Осы экзаменде если үздік балл жинайтын болсаң, мен сені завучтарға айтып, А классына ауыстырып берем. Қайта жақсы емес па, грантта оқып, үйдегілеріңе кішігірім көмектер еді. Рахмет, апай, мен тырысатын боламын. Есімі Алия, сендердің сыныптарыңа жаңадан келген оқушы, танысып қойсаңдар болады. Алия бізге Астанадан келді. Компьютерден жақсы біледі. Информатикадан білім алысып сұрасаңдар болады. Астанадан келгеніне қарағанда өзінше шығар, иә? Андай типа орысша сөйлеп қалған ба? Тағы не қосасың? Да в целом вы все сказали, нечего добавить. Айттым ғой саған. Орыс сыныбы басқа кабинетте ғой. Жоқ, мен қазақша білемін, просто әдет болып қалған ғой. Тоқтатындар болды. Алиямен жақсы достасып кетерсіңдер деп ойлаймын. Мен кеттім.
Мен так Азаматты таңдаймын. Арсенді таңдаймын. Онда мен Айдынды таңдаймын. Исламны таңдаймын. Онда мен Арманды таңдаймын. Болды Бекзат, бастай бермейміз ба? Жоқ, сенде бір бала жетіспейді ғой, Димашты алсай. Ол ойнай алмайды ғой. Барата қалып ал онда, ойнайық. Давай, кеттік онда. Кеттік. Давай, осылай тұра бер. Жақсы ойын болды. Иә? Я сендер Варатада Димаш тұрмаңыз деп біз ұтатын едік. Мүмкін мен көп қол соққан шығармын. Менде де атака көп болды ғой. Димаш Варатада жақсы тұрды, сол үшін біздер ұтылдық. Досым, бұл саған сыйлық. О, рахмет. Неге маған? Кезінде қақпашылығын берген, бірақ қолынан ондай қатты келмеді. Ондай қатты қақпашы бола алмадым. Мен ойымша сенің қолынан бәрі келеді деп ойлаймын, досым. Мен саған сенемін. Рас па? Маған сеніп жатсың ба сонда? Маған осы күнге дейін ешкім сенбеген еді. Рахмет. Сәлем күнділік. Бүгін мен домбыра үйірмесіне бардым. Олар үйдегілерді шақырды, бірақ ол анама қызық емес екен. Үнемі ағам мен інімді Мен партамда не істеп отырсың? жазу жазып жатырмын. Айттым ғой саған мен партама отырма деп. Бір нәрсе білдіріп алсаңшы. Ой, ештеңке білдірмеймін, теспеймін ноутбугына. Сонда да. Ой, енді қайда жазам, отырмайым енді партаңа. Бар комнатына. Дулат. Барысқа шығып ініңді ойнатып келші. Қойшы, өзің ойнат, сенің де інің ғой. Мен енді босап отқан жоқпын ғой, бос-босам ойнататын едім ғой. Мен мектепті алтын белгіге бітіру үшін дайындалып жатырмын. Босасам да ойнатамын ғой. Қазір де дайындалып жатырмын, бос болмай тұрмын. Бар ойнатып кел. Неге мен телефон ұстап алғансың? Бар ойнатып кел. Не жазған, не тексеріп отыр екен? Аға, ана әткеншекке отырам, арқамнан итеріп тұршы. Қойшы, оған отырмай-ақ қойшы. Отырайшы. Жоқ дедің ғой саған. Онда сізді мама айтып берем. Айтсаң айт, еркетай десе барлығы сен қалағандай болу керек па? Жүр үйге. Білесіз бе, сіз сондай ашуланша ағасы, сізді сол үшін мама жақсы көрмейді. Қызым, сен ба? Иә, сабақтан келгем ғой. Сабағың қалай, жақсы ма? Жақсы ғой, алда экзамен келе жатыр, соған дайындалып жатырмын. Дұрыс, дайындал. Сабақ оқысаң жақсы ғой, оқымасаң біз сияқты жүресің. Әркім қолында жұмыс істеп. Әке, егер экзаменді құласам не болады? Экзаменнен құласаң, оқып жатқан мектебінен ауыстырамыз. Соңғы кездері оған қалта көтермей кетті. Түсінікті, мен ондай дайындала беремін экзаменге. Иә, шайын ішіп алсай бірінші. Иә.
Қолым босамай сабақ оқып жатырмын. Жоқ, бүгін шыға алмаймын, сабақ оқу керекпін. Жынды, папа естісе өлтіреді. Сол үшін шықса енді. Қазір. Кеше ойлаш арушан, балдарымен кәтір, неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Неше түрлі жағдайлар болып жатырады да, и бір уақыттан ана жерде бір қыз қақты. Жігіт, тоқташы. Мен не үшін келдім? Сол сен көріп кетейін деп келген ғой. Жігіт, бізде бәрі бітті. Түсінбедім. Не үшін? Әңгіме сенде емес, менде болып тұр. Мен сабақ оқуым керек. Алда экзамен келе жатыр, соған дайындалу керек. Қысқасы өзіме көңіл бөлмейін, ал отношение маған кедергі болады. Аружан, қумаш. Мен тастап жатсың ба сонда? Жігіт, бастысы сен өзіңе қабылдама не болса да. Саумын. Я, қош келдің. Саламатсыз ба? Айта ғой, не болып қалды? Қысқасын айтқанда, мен сыныпқа жаңадан келдім. Мені ешкім жақтыртпайды. Не үшін жақтыртпайды? Өзім де білмеймін, келген күннен бастап мазақ етеді. Уайымдама, мүмкін сен өзіңді дұрыс жағынан көрсетіп үлгермеген шығарсың. Сен құрбы таптың ба? Жоқ, әлі ешқандай досым жоқ. Онда былай істе ғой. Өзіңді жақсы жағынан көрсетуге тырысып, жақсы құрбы табуға тырыс. Сосын ол сенің репутацияңды көтереді. Рахмет, апай. Так, балалар, алдарында берілген тапсырмаларды орындаңдар, мен қазір қайтып келемін. Тексерем сіздерді. Бірінші жауапсы болады. Рас па? Иә. Екінші қысмы? Маған да жақсы біледі екенсің ғой. Иә, уровенім advanced қой. Мен есім Ботабой. Әлия, танысқаныма қуаныштымын. Әлия, сен бүгін кешке боссың ба? Иә, не болып қалды? Бүгін кешке мен туған күн жасар едім, сен өте аласың ба? Рас па? Туған күніңмен? Иә, әрине келемін. Неге көңіл кешірсің? Қызын тастап кетті сол үшін. Не үшін тастап кетті, егер де жасырын болмаса? Типа экзаменге дайындалам деп те жатыр, бірақ өтірік секілді. Сен қалай ойлайсың? Шынымен де солай шығар. Олай ойламасаншы бюджет қателеспейтін адам жоқ. Сәл күт өзі хабарласады. Шынымен мүмкін бәрі солай шығар. Иә, уайымдама. Апаның көйлегін бере тұршы, өтінемін. Тұсыз қарашыш. Ана істеп тұр. Қарашыш қыздың өзі құшатып жатыр. Ертең мектепте хит болады, отвечаю. Досым, жақсы тұрдың бар атаға. Саламатсыздар ма балалар? Байқап тұрмын, жақсы ойнап жатсыңдар. Алдағы мектеп аралық жарыста біздің мектептің намысын қорғауға қалай қарайсыңдар? Дайынсыңдар ма? Қашан болады? Алдағы бір аптада болады. Онда бұл маңызды жарыс болған соң бізге мықты қақпашы қою керек. Димаш бар ғой. Не істейміз басқа қақпашын? Иә, соны айтам. Жақсы балалар, сау болыңдар. Сау болыңдар. Мам, маған ұшты. Не көрсарсың? Кішкентай емес па ол? Ой, қойыңызшы, мам.
Маған ұйықтамау керек. Менде ертең экзамен ғой. Күн шықты ма не? Телефон қайда? Мә, сағат 9 болыпты ғой. Тупая. Мә! Қарындас, бәрі дұрыс па сізде? Байқамай қалдым ғой сізді. Жүріңіз, больницаға апарып тастайын сізді. Қайда кетесіз? Мен өз жолымен келе жатқан мына қарындас алдымнан жүгіріп шықты. Байқамай басып кеттім ғой. Жүріңіз, қарындас. Жүрші таксиға. Аружан, жүрші. Дым болмағанда жүрсін қарасай. Аружан қайда бару керек? Мектепке. Мектепке? Экзамен тапсыру керекпін. Сен шынымен де экзаменге басыңмен кіріп кетіпсің ғой, я? Болды. Тұрсын қарасай. Тағы кім жігітін қаратып алсам екен деп ойлап тұрсың ба? Сендер матчатқа видео жіберген, біліп алып жібермейсіңдер ма? Соғылсын, біздің жігіттерге құшақтама. Ты сама виновата. Бота. Не болды? Бота, не болып жатыр, түсіндіріп берші. Сен мынаны қарасай. Сен неге қызы бар жігітпен құшақтап тұрсың? Оның қызы жоқ қой екеуі, сол күні айырылысып кеткен екен. Көнеке болмаған соң құшақтап жұбатқан ғой. Астанада бір-бірлерін сөйтіп жұбатасыздар ма? Сенбесең бегі жігіттен сұрасаңшы. Ол бүгін сабаққа келген жоқ. Болды, қойшы, сабақ басталды.
Мықты болсаң, тұршы аузын. Неге болмайтын голдарды өткізіп жатсың? Мықты болсаң, қосықпайсың ба өзің? Не деген кеп тұр сонда? На себя сначала посмотри. А ты на себя смотрел? Посмотрел и чё? Я тоже смотрел. Что ты мне тут врешь? Стрелки мне не метай. А ты пропустил гол. Что ты про меня говоришь за себя? Ты что ты мне не отвечаешь на вопрос? Что гол не забил? Забил. Что ты врешь этот? Не забил ты ничего? Я отвечаю за себя. Голды истерим, жинда. Вот сиди, жи. Жаңбыр жауын деп жатқан сияқты. Мынау мен ба? Мен жақындарымды қатты уайымдатып жіберген сияқты. Үйге қайтайын одан да. Анашым, кешіріңізші. Енді олай қайталанбайды. Енді үйден қашпаймын. Рас айтамын. Тыныштық па, неге жылап жатсыз? Сізге сөйлеп жатырмын. Маған тыныштық па? Мам, тыныштық па? Табамыз дулатты. Оны басқа адамдар да іздеп жатыр екен. Мам, ауылға жан келеді. Сағынып кеттім мен оны. Жақсы көрем ғой. Бауырлар мені дұрыс түсінбеген сияқты. Оның күнделігін оқып отырмын. Мені жақсы көрмейсің деп жазыпты. Мен баламды жақсы көрем, қайда жүр екен? Балам, қайдасың? Мам, мен осындамын. Жүгір. Бол, жылдам. Жалғыз өзің қалдың тек. Апай, 5 минут. Жоқ. Апай, 5 минут дедім ғой, күте аласыз ба? Білесің ғой мен қанша уақыт дайындалғанымды? Жоқ, менің уақытым жоқ. Алия, бәрі дұрыс па? Иә, апай. Енді не шешім қабылдадың? Мектептен шығып, қайттан Астанаға қайтатын сияқтымын. Алия, мүмкін тағы ойланарсың? Жоқ, апай, бұл менің нақты шешімім. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Алия, туған күн мен. Алия, кешірші бізді, сен туралы жаман пікірде болыппыз. Я, біз Бекжігіттен сұрадық. Біз сенен кешірім сұраймыз. Рахмет бәріне, бірақ мен кешіріңдерші. Түсінбедім. Мен неге ағылшыннан 3-ке шыққам? Уайымдағандар барлығын реттейміз. Мен сендерден кек қайтарамын деп, апайдың компьютеріне бәріне 2-3 қойғам ғой. Қазір қарап отырсам, істеген ісім дұрыс емес екен. Одан да кафеге бар туған күн кешін өткізбедік па? Иә, баруға болады.
Аружан, уайымдай бермеш. Әлі де экзаменді жақсы тапсырып шығасың. Мен саған сенемін. Қой, сен совсем түсінбейсің. Папа білсін мені өлтіреді ғой. Қызым, бәрі дұрыс па сенде? Қай жерің ауырып отыр? Айтшы. Не болған бетіңе мынау? Әке, кешіріңіз, мен экзаменге құладым. Экзамен? Қызым, экзамен бұл жерде ешқандай маңызы жоқ. Ең маңызы сенің денсаулығың бізге керек. Қай жерің ауырып отыр? Қызым, айтшы. Бәрі сау ма, аяқтарың барлығы? Рас па? Мен сізді ұрысама десем? Қызым, мен сені ешқашанда ұрыспаймын. Саған экзаменнен өтпесең де, тағы бір жылға осы мектепте оқуға мүмкіндік берем, қызым. Ешқандай да уайымдама оқуыңды. Сен тек аман болшы, біздің қасымызда болшы. Жүр, қызым. Больницаға. Тездетіп. Досым, ешкім сөзіне мән берме. Ол ойында барлық нәрсе болады. Сен ойнай тұрып берсең болды. Саған сенемін, досым. Уайымдама, досым, біз жеңеміз. Мені айтты дейсің ғой. Кеттік, отамыз. Кеттік. Жігіттер, бірақ нәрсе айтам, фейріне үйрайықшы. Қалғана өзін жауап берем. 1, 2, 3. Ура, ура, ура! Давай, давай! Димаш, родной красавчик, мойындадым сені. Саған да рахмет. Бешіктен кіммен сөйлесіп тұр? Әлия ма? Сөйтіп, Марсис сияқты sevседім ғой, сол чемпион болды. Красавчик. Димаш, Бекжігітпен 1 минутке сөйлесіп алсам бола ма? Без проблем. Әлия деген кім? Танымаймын ондай. Алдымыздан өткен қыз ше? Новенькая ма? Онымен не үшін құшақтастыңдар? Анам қараса елес. Бекжігіт, қайда кетіп барсың? Ешкім жоқ қой бұл жерде. Әлия, бізге ағылшынды үйретші. Я өтінем, сен ағылшынды күшті білесің ғой, бізге үйретші. Жарайды, мен достарым болғансын, сендерге үйретемін.